Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің отбасымның сүйікті тамағы, ерекше кешкі ас, мампардың рецептімен бөлісемін. Сіздерге де осы тамақты пісіріп көруге кеңес беремін. Сондықтан видеомды алыстамай соңына дейін қараңыздар. Біздерге көкөністе және де ет керек болады. Ең бірінші біздер етімізді ұсақтап турап бастаймыз. Енді қазанымызға аз мөлшерде май құйып, және де қызып тұрған майымызға етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Енді етіміз қуырылам дегенше сәбізімізден бастап турап бастаймыз. Енді болгарский перецімізді ұсақ етіп тураймыз, және де картоплымызды да кубиктап тураймыз. Етіміз қуырылып болды. Енді үстінен бір штук чеснок салсаңыздар болады. Дәмі өте күшті болып шығады. Енді турап алған пиязымыз бен сәбізімізді салып, қызарғанша қуырамыз. Енді үстіне томат салып, тағы да бір араластырамыз.
Енді картобымыз бен болгарский бұрышымызды салып, жақсылап әдемі етіп қуырамыз. Енді еттеріміз дайын боламын дегенше біздер қамырын илеп аламыз. Ол үшін біздерге тұз және де аздап су, бір жұмыртқа керек болады. Енді електен өткен ұнымызды салып, қамырын илеп аламыз. Міне бүкілі қуырылып алды. Енді үстіне су құямыз. Суды біздерде осы сорпаның суындай етіп құясыздар. Енді қамырымыз дайын, қамырымызды жұқартып жайып бастаймыз. Қамырымыз дайын, жұқартып алдық. Бұл жерде өте жұқалап етіп жайып жібермейміз. Осындай көлемде жайсаңыздар болады. Енді видеода да ет жасайсыздар. Кескен кезінде осындай кубиктап турайсыздар. Қамырымыз дайын, турап алдық. Енді тамағымыз қайнап жатқан кезінде саламыз. Міне тамағымыз қайнап жатыр. Енді үстіне дайын қамырымызды салып бастаймыз. Тамағымыз дайын, 10 минут қайнаттым. Сіздерге де осы тамақты пісіріп көруге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайды, және де каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Достар, келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.